Менің өзімнің сұрағым қазір Анна ханым. Мына сұрақтардың ішінен көп байқағаным, әке-шешесіне реніші көп адамдар көп екен. Мына жақтағы ренішті мына жаққа алып келеді деп жаңа сіз айттыңыз. Енді ата-анадан сепарация деген не, қалай болады бұл? Ата-анадан сепарация болу керек міндетті түрде. Оған бір дегеніне келмейді, бірақ кейбір адамдар жасөспірім кезінде түсінеді. Мен жеке тұлғамын. Иә, олар мені туды, бірақ мен қазір айдармын, жайдармын, майрамын, сайрамын, менің өзім тағдырым бар. Иә, мыналар мені туған екен, қазір 13-15-ке, 16-ға дейін мені бағып атқан екен, мен бұларға әйтеуір біраз қарызым бар. Үйтейін, бүйтейін, қарызынан құтылайын. Бірақ менің өзімнің қызығушылығым бар, бұл өмірде өзімнің жолым бар, мен сол жолмен өзім кетем деп. Әйтеуір кейбір адам 13-інде отау иесі деп айтамыз. Кейбір адам 25-інде әйтеуір ертемеге сол шешімге жетеді. Ал өкінішке қарай көпшілік мәмә, пәпә деп әйтеуір 35-45-ке дейін отыра береді. Анау жаман, мынау жаман. Сонда жарайды, ал әкеңіз жаман болсын, шешеңіз жаман болсын. Бірақ сіз өзіңізді жақсы деп тұрсыз ғой. Сіз жақсы болсаңыз, онда неге жақсы үлгі көрсетпеске? Сіз өзіңіз балдарыңызға көрсетсеңізші, жаман да болса шешеңізді сыйлайсыз. Маскүнем болса да әкеңізге ешқашан бақырмадыңыз. Сонда сіздің өзіңіздің балдарыңыз сізге деген қандай сыйластықта өсіп жатыр ма қазір? Сізге сеніп өсіп жатыр ма? Олар да сізге өкпелеп өсіп жатыр ма? Сондықтан сепарация дегеніміз бұл ішкі процесс, ішкі үрдіс. Ол тек ана бір теуіп есікті мыналарды қалдырып ауылдан қалаға кеттім, я болмаса мына пәтерден басқа пәтерге көшіп кеттім деген емес. Бір үйде тұрып, бірақ сепарациядан өткен болсаңыз, өзіңіз жеке тұлға болсаңыз, бір үйде тұрып бейбітшілік өмір сүруге болады. Ал сепарациядан өтпесеңіз, мысалы, бізде көп болашақ программасымен шетелге кеткен мұхиттың арғы жағында, бірақ күніне 5 рет звондайды да, тамақ іштің ба, ана мысығыңы сүйіп қойған жоқ па, мына итіңді шығардың ба, шығармадың ба, ол ешқандай сепарация емес. Сондықтан тамақ жедің ба, тамақ жемедің ба деп күніне 3 рет балаңызға телефон соқсаңыз, әкеңіз, шешеңіз сізге соқса, онда ар жақтан да, мына жақтан да 3 ұрпақта ешқандай сепарация болмағаны. Құрметтім, егер де сен де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профилде.